Ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Почти все сказки на казахском начинаются с таких вступительных фраз. Сейчас, безусловно, век цифровизации. Даже если вы думаете, что детям не интересны сказки, вы ошибаетесь. Сейчас современные дети стали меньше думать, меньше мечтать. Они растут на всем готовом. Они должны фантазировать, воображать. Вот 5 причин, почему нужно читать детям сказки. Во-первых, сказки расширяют словарный запас и тренируют память. Во-вторых, сказки развивают воображение, фантазию и логику. В-третьих, чтение формирует мировоззрение и расширяет кругозор. В-четвертых, чтение воспитывает и помогает адаптироваться к реальной жизни. В-пятых, сказки могут помочь в расслаблении и компенсировать недостаток эмоций. Также можно использовать сказки для подготовки ребенка ко сну, что я сама делаю на практике каждый день. Представляем вашему вниманию самые интересные сказки на казахском языке. Мақтағыз бен мысық. Мақтағыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың, деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем, дейді. Мақтағыз, мен құйрығыңды кесіп аламын, дейді. Мысық қатықты төгеді, мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз, менің қатығымды төле, дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші, дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші, дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші, дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін, дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші, дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Мысық, енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар, дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тарым бар, дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер, дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарына барып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді, жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді, суда апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді, жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді, қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз болса, мысықтың құйрығын өзіне береді. Сәлем, атың кім? Нади. Сенің әкеңнің аты кім? Азамат. Анаңның аты кім? Әлгүл. Атаңның аты кім? Сенбай. Әжеңнің аты кім? Бүгіл. Апатайыңның аты кім? Назерке. Нади, сен маған 7 атаңды айтып берші. Азамат. 7 ата: Азамат, Сенбай, Дүйсенбай табылды, Қамаған табылды, Нұрғабыл, Қамағанбек, Тоңғатар. Жарайсың. Надира, сен неше жастасың? 5-мін. Сен қай қалада тұрасың? Астанада. Иә, Астанада тұрамыз. Надира, сен қалай ойлайсың? Ақша керек нәрсе ма бізге? Иә! Достар, ертегі оқиық және ертегімен бірге армандап өсейік. Пайдаңызға жарасын.